Информацию от СИЗО пока удали, пусть народ не распыляется, перед ЖПГ собирается пока. Я туда тоже кину и называю. Значит, перехватили наш разговор. Через вот телеграм только звонить теперь. Он из Хайдена. Да, уже быстро пролетели, не запомнил. А, он сидит. Да, супер. Она вообще-то, как с нами связалась, она должна была сюда ехать. Сюда должна была ехать, а поехала в СИЗО. Потому что здесь сказали, что здесь его не доставляли, его здесь нет, да? На реке спрашивают. Мама, сестрам жақындап қалды дейді, сол жерге барады дейді. Мамамыз звондап айтты дейді, мамасы не істеп жаңағы жақта жауап беріп тұрды уже. Прямой эфир, Назым вышла, смотрите. Говори, Назым, говори. Ұлына звондадым деймін, екеуі бірге жүріп, мамаға барады. Мамам айтты, жұмыстағы адамдарға айтып, звондап ескерткен дейді. Точно дейді. Прямой эфирге. Түсіріп жатырмын я прям. Осында алып кел дедім. Я Фейсбукта. Телефон нөмірін ЖСТП, ОСТП. Неге бардыңыздар ма? Бастықтарына. Мамасы, Қайрат, возьми мамасы. Қазақ орысша ғой? Алло, апа. Міне. Барып нетсек? Да узнать. Апа, жыламаңыз. Апа, жыламаңыз. Дулатаға дейін несі жайлы біліктегенбіз. Сіздерге әкелді ма, қалай болды, не болды? Біз қазір прямой эфир жасап жатырмыз. ИВС, изолятор временного содержания, да, спецприемники. Мұнда жоқ. Ол қайда болуы мүмкін? Білмеймін. Сіздерге әкелген жоқ, да? Бізге әкелген. Кеше нетті ғой. Жоқ, бізде жоқ. Оқымайсыздар ма, қарамайсыздар ма, инстаграм оқымайсыздар ма, қайда екенін? Біледі ғой, жазады ғой, куда отправляли. Откуда тут же? Жоқ, инстаграмда қай жерде жазылып тұр, қай парақша. А онда неге айтасыз инстаграм? Новостя почитайте. Не, вы же говорите, жаңа айтты ғой, ойбай жазылды, келдік осы жерге деп. Білмеймін, мен жерде жоқ. Для Адама арестован, меня на первом этаже нету. Все, хорошо. Жақсы, рахмет. Вот всем объяснили, сказали, я не знаю. Все, жақсы. Нет, Жоқ, балаларды біреуін алдыңыз да қасыңызға тақсыған біліміз, ақшасын төлейміз осы жерде. Жетіңіз. Не скажут. Түсіндіңіз ба мен, апа? Мы уже 10 раз проверили, мы уже все... Болды, күтеміз осында, күтіп аламыз. Сколько раз. Сақалған досына Им мен верить звондаңыз. вообще нельзя. Все, ее, значит, обработали, потому что, говорит, маған осы жерде жерлейміз. Ағай, нужно бәрі осы жерге алып қойсын деп айтты Конечно, мамам. Нақты ақпарат бар ғой, там они, да. Ну, енді мамасы айтып жатыр ғой, мамасы жылап айтып жатыр. Жаңа вот мамасымен сөйлестік. Значит, Мамасы жылап айтып жатыр. Соны біз мамасын айтып жатырмыз. Осындай тез болғанда, осында тез жетіңіз деп. Не жасамайды ма, Мамасы айтып жатыр, анда қаламыз деп күтеміз. Ол анда деген қай жерде ол? Вообще в истерике. Айнакөл. Айнакөл? Айнакөл дейді ме? Так, ладно, Айнакөл. Әулиекөл. Семизерка, Кусанайская область. А, это Қостанай облысында, да ол? Мамасы жылап жатыр, сөйлей алмай. Жоқ, қалаған жеріне жеткізекші, қалаған жеріне. Бірақ мынаның біз аяқсыз қалдырмаймыз. Қалдырмаймыз. Мәселен бұл халықтың адамы. Біз оны жай бостан-бос қалдырмаймыз. Жоқ, сонда ол кісі Әулиекөлге кеткен ба? Қостанай облысына кеткен ба? Жоға, мамасы сонда әкеліңдер деп отыр. Мәйітті сонда әкеліңдер деп отыр ғой. Мәйіт осы жақта. Мәйіт осы жақта. Бірақ белгісіз қай жерде екенін. Білмей жатырмыз қай жерде екен. Ну
общем, информация, значит, Да, Сауля? 100%, что его нет уже рядом с нами. Ну тогда только в морг надо ехать. Ну, в морг мы же не знаем, в морге он или не в морге он, А тоже куда никто могут? не знает. Просто логически Не, по ну, закону. Нет, как если, надо по, если логически по Только в закону, морг и все. нет, если логически по закону, то могут и в морг. Но еще жас неизвестно. жігіттер күшпен ұстап әкетті ұрып отыру. Урып отыр, әбден ұрып, Ол үйінде бірден емес. қалсаңыз айтар, Они айтпайсыз. сказали, что якобы сердечная недостаточность, да, Марат? Да, бәріміз көрдік. Да, сказали, что якобы сердечная недостаточность. Он же сопротивляется. Он же не просто так давался, сопротивлялся. Они применили физическую силу. Их там человек 6-7 было на одного его. Алло, Кинже, я перезвоню. Сейчас собрание. Салам алейкум. Перезвоню. Астана қаласы, Астана қалалық ИВС, изолятор временного содержания. Сейчас талапкер будет дома. Айтып ешқайда шықпа, қазір үйінде болсын деп. А жену Гүлдар не можем еще найти. А Назым что говорит? Звондайды ғой, Назым что жаңағы говорит? телефон кім деді? Сен кім едің? Бүгін 25 ақпан сағат 12:00-де бізге суық хабар жетті. Қоғам белсендісі Дулат Ағаділді кеше органдар қамауға алып, бүгін сағат 12-де шешесіне, Дулат Ағаділдің шешесіне суық хабар жетіпті. Дулат қайтыс болыпты деп. Енді мына жерде тұрған жиналған белсенділер, таныстары, туыстары сондай ақпарат айтып жатыр. Дулат Ағаділдің шешесі хабарласып оларға ақпаратты растаған туралы. Получается, Толят, если действительно это так. Қазір нақты белгісіз Дулат Ағаділдің мәйіті, денесі қайда жатқан, құқық қорғау органдарының қызметкерлері бізге ешқандай ақпарат айтқан жоқ. Инстаграмнан қараңыздар, ақпаратты өздеріңіз тауып алыңыздар деп айтып жатыр. Поэтому надо и в СИЗО, и в морг поделиться. Куда это нас есть? Поехали Куда туда, не надо морг сидеть, съездим. никуда не надо делиться, ребята. Давайте создаем массу. Здесь мы уже приняли решение. Мы создали здесь штаб 7 человек. Мы уже приняли решение. Сейчас мы отсюда получаем полную информацию. После этого едем в МВД. Если вы как бы хотим единения, давайте здесь. Хорошо, хорошо. Здесь наши же сидят еще, Ербол Исхожин сидит. Если сейчас получится, да, мы попросим, чтобы он подтвердил, привозили его сюда на самом деле или не привозили. Сонымен нетіп. Да. Байланысқа шығып, Ербол содан Исхожин нам должен дать информацию. Өйткені әбден билікке сенбейтін болдық қой. Ербол Исхожин деген кім айтып бере Ербол аласыз? Исхожин это гражданский активист. Бірге салды. Гражданский активист, которого вот 22 числа поместили на 15 суток в ИВС. На данный момент он здесь. На данный момент он находится здесь. Прямой эфир жүріп жатыр, қазір. Сіздер кімдер боласыздар? Мы тоже гражданские активисты. Гражданские активисты города Астана. Калыкова Гульмира. Қоғам белсенділері мына жерде жаңа штаб құрып, осы жерде бәрін шешіп, толық ақпарат алғаннан кейін МВД-ға барып, сол жерде құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен кездесу жасаймыз деп отыр. Олардың бұл жоспары. Жаңа ұсыныс болған моргтарға барып, Дулат Ағаділдің денесін, мәйітін іздеу туралы. Бірақ штаб мүшелері, құрылған штаб, 7 адамнан құрылған штаб мүшелері ешқайда тарамауды сұрады, өтінді. Так, ладно. Сағат 12-ден кетті, давайте всех соберем и потребуем сюда Ербол Исхожин и Зубайды Сейдахметову. Сөйтейік, басқа амал жоқ. Айдар Мубарак, троих. Айдар Мубарак, еще кто-то же здесь. Нурсултан сидит. Нурсултан наставим. Даулет Балшахаев все сидит здесь еще. Қоғам белсенділерінің айтуы бойынша 22 ақпан күні митингке шыққан азаматтарды
полиция органдары ИВС-ке қамаған болатын. Бірақ нақты олардың тізімі жоқ. Кейбір азаматтарды біледі, соларға шығу арқылы ақпаратты нақтылағысы келіп отыр. Вчера целый день искали. Задержали его когда? Позавчера? Вчера вечером задержали. Вчера. Мы же хотели его, он чтобы сам пошел с повинной и написал заявление, что он вот никуда не сбегал. Өзі бармақшы да. Да, он собирался. Бүгін өз таңертең бармақшы да. Оған жеткізбей бұлар ұстап әкетті. Ұстап әкеткенде зорлықпен күш көрсетті. 4 жігіт қой түнде. 4 жігіт кіріп түнде ұстап әкетті. Үйінен алып кетті ме сонда? Я үйінен алып кетті. Ну, я же говорю, человек 7 их там было, здоровые парни пришли, начали там, я не знаю, Видеоларда бар, потасовку. күш көрсетіп жатқан. Они представлялись, кто они? Никто не представлялся, вообще никто не представлялся. Үйінде баса Сын көтергеннен успел кейін. так вот снять. Так, вот говорю, задам покажите біздейміз лицо. енді. Никто В ничего не форме были, показывал. да? Там? Жігіттер, қыздар, мен сөйлеймін. Мен бірдемені ұмытып шатысып қалсаңдар, заполнение деп айтып тұрмын. Требование первое ясно, да? Жиналған азаматтар, оның ішінде штаб 7 адамнан құрылған ИВС-тің ғимаратына жол тартып бара жатыр. Он видел в окно. Стоит он, видит. Былай қарай шығайық мына жерді. Жоқ, ары қарай. Телефон уберите, сотрудник. Это надо сейчас прямо, да? Не, пусть снимают. Пускай снимают, пускай заснимаются вот это вот. Раздражает. Полиция қызметкері мырза, біз мына Астананың тұрғындары кеше мәлімет алды, кеше бізге белгілі болды, дулат ағадылды, аяқ қолын буып, кісені салып алып кеткен. Одан оны Ақмолдағы следственный изоляторға барған. О жерден түнді босатып, осы Астанадағы ИВС-қа алып кетті деген мәлімет біз сол жерден алдық. Сондықтан оның жағдайы денсаулығы нашар, сыр беріп жүрген азамат. Сондықтан біз соны талап хал жағдайын білуге келдік. Сіз жаңа алдында бізге мәлімет бердіңіз. Бұл жерге ол азамат әкелінген жоқ. Бұл жерде болған жоқ деп. Мен толық айтайын, сіз енді тыңдаңыз. Біз сіздің сөзіңізге сенбейміз. Біз осы жерде 30 адам жиналдық. Штаб құрдық. Шешім қабылдайтын. Әйелін таба алмай жатырмыз. Осы жерде ұлы қазір 10 минуттан кейін осы жерге жетеді. Үлкен ұлы шешесі таксимен келе жатыр. Әулиекөл деген ауылдан. Бәрімен біз хабар ұстап жатырмыз. Бір жағдай ғана біз әйелін таба алмай жүрміз. Сондықтан сіздің жаңағы мәліметіңізді толықтырамыз десеңіз, сіз айтыңыз. Бірақ қысқадан нұсқа, содан кейін біз келесі талапты айтамыз. Әкелген жоқ, дұрыс. Онда біз былай білеміз. Осы жерде ИВС спец. Және қысқа бізде уақыт тығыз, сондықтан екінші сұрақ. Осы жерде біздің қоғам азаматтары бар, қоғамдық қайраткерлер, белсенділер. Есқожин Ербол, Зубайда Сейдахметова, Нұрсұлтан Тастаев, Айдар Мубарак. Даулет Балшықбаев. Даулет Балшықбаев. Соларды осы жерге алып келіңіздер бізге. Солар толық бізге мәлімет берсін. Осы жерде олар түнде әкелген жоқ. Ол үшін соттың шешімі. Міне, түсіндіңіздер. Шығармайыз бізге просто сөйлесуге. Жоқ, осы жерге алып келіңіздер. Біз алып келмесеңіздер, біз келесі талап сөйлесуге. Сіз онда айтыңыз. Жоқ, талап беріңіз. Шешім бар. Шығармайсыздар, иә? Шығармайсыздар толық. Біз толық нақты, осы жерде өлгенін білмеген. Заңды түрде біз оны шығарамыз. Бәріміз шоламайық. Мен ғана сөйлейін, содан кейін Асқар сен толықтырасың. Басқа ештеңе айтамын. Жоқ, сіз соны осы жерде біз нақты дәлелдеп білгіміз келіп тұр. Осы жерге келді ме, келген жоқ па? Дулат аға дел. Біз сол жігіттерден білгіміз келіп тұр. Сіздің сөзіңізге сенбейміз. Осы жерге бүгін кеше келген жоқ, алып Жақсы, келген жоқ. дұрыс. Біз адамнан айырылып қалып тұрмыз. Міне дәлел өзі туыстарды айтып жатыр, ол шын дейді. Бандит ұстап әкетті ме? Кім ұстап әкетті? Оны ұрды ма, не істеді? Түнде зорлықпен үйіне кірді. Осы жерге алып Енді бізге дәлелдеп көрсету, сіздердің бір ауыз сөзіңізге қалай сенеміз? Бұған дейін айтып келе жатқандарыңыз
Малбаев көшеден жүріп қасында соя кеткен адамды көрмей қалады. СМИде қалай жазды? СМИге қалай жазды? Жоқ, таба алмай жатырмыз. СМИде жоқ ешқандай. У нас нету такого. СМИде бар. Таба алмай жатырмыз, пока ешкім табылған жоқ әлі Алманбекке. В каком СМИ вы назовите? Каком СМИ? Каком? Тенгриньюз, по-моему, сейчас там написали. Тенгриньюз? Онда ағайын, жағдай былай. Мына жерде мына административный полицияның бастығы. Жоқ, жеттер. Мына жерде бір штаб құрдық қой. Давайте один. Амангелді. Пожалуйста. Мына жерде бізге мәлімет берді толық. Ол Дулат ағалды бұнда әкелген жоқ. Кешеде, бүгінде. Енді біз бұларға талап қойдық. Біздің белсенділерді, жаңағы Ербол Есқожин, Айдар Мүбарак, Зубайда Сейдахметов тағы да 4-5 адамды осы жерге әкеп бізге солар дәлелдеп берсін деген. Ондайды бізге талабымызды орындаған жоқ. Келесі біздің талабымыз, енді біз МВД-ға барамыз. Сол жерден бәріміз табылайық ағайын. Сондай сол жерге жиналайық ағайын. Бізге Вы же убили его, вы убили его. Вот вы убили, вот вы, каждый. Все, жеттер, время не теряем, едем в МВД. Все, едем в МВД. Ағайын бәрін МВД-ның табылыңдар алдында. Вы в одной системе работаете. Вы виновны, что он умер. На вашей совести это его смерть. Ну, один человек здесь останется, будет собирать. Жаңа штаб және Астана қаласының белсенділері ИВС-тің қызметкерлерінен ақпарат алды. Ол және де ол ресми ақпарат берілді қызметкерлерден. Дулат Ағаділ кеше немесе бүгін ИВС-ке әкелінген жоқ. Қызметкерлер Дулат Ағаділдің қай жерде апарғанын бұқаралық ақпарат құралдарынан қараңыздар деп жауап берді. Давайте дождемся открыто, біз жаңа СИЗО ветерандарының. Жоғары жағына бағынып отыр. Бұны МВД-ге бару керек. Жалғыз Жоқ, белгілі ғой, енді СИЗОдан не келсін де хабар келсін. Сол жерге жіктеп кетті ғой қыздармен жіктеп. Төлеген номері бар ма кімде? Азым что-то занят. Төлеген номер менде бар ғой. Тенгриньюз. СИЗОда қайтыс болды деп жазды. СИЗОда десе СИЗОда ғой. Жоқ, может это провокация, чтобы нас распылить во все стороны. Подождите, ребята, до конца. Сол жерге жігіттер мен қыздар кетті ғой, солар хабар берсін қазір бізге. Болды. Бұтар жоқ деп отыр, бізге келген жоқ. Уже Тенгриньюз написал. Гүлмира, это специально может быть это. Жоқ, кеш ұрып әкетті ғой, көрдік қой біз көзбен. Өз аяғымен күшпен ұрып отырып әкеткен. Штаб мүшелері және белсенділер ешқайда тарамауды сұрап отыр. Өйткені жаңағы Тенгриньюзда берілген Дулат Ағаділ туралы ақпарат растау үшін жаңа СИЗОға тағы да басқа белсенділер барып нақты ақпарат алам дегенше ешқайда тарамауды сұрап отыр. Алло, тихо. Да, Назыма? Громче. В морг надо ехать. Все Все понятно. Все, не надо, не распыляемся. Ладно, никуда. тогда Не Назым. распыляемся. Сюда подъезжайте, сюда. Возвращайтесь сюда, скажи, срочно. Да, сюда возвращайтесь назад. Сейчас сюда люди едут, потом здесь решим сейчас, что делать. Штаб Аха решит, что делать. Байконурский, да? Не, давайте версии оставим. Жаңа біреу телефонға хабарласып қоғамдық белсендіге Дулат Ағаділдің денесі моргқа апарылған туралы айтты. Распылить, разные части раскидать. Уже мать говорит, якобы туда приезжайте. Следователь сейчас должен уже рассматривать теперь это дело, возбуждать уголовное дело по факту смерти или убийства. Кеше ана алып кеткен адамдардың бәрін последствием қаматып, соңында объяснять керек болсын. Хаматов зачем? Они могут, сейчас надо требовать, чтобы их привели и при каких обстоятельствах дают это.
информацию, при как я приехал, умер. И кто был рядом, когда В общем, он все умирал? обстоятельства бросаем, все остаемся здесь до последнего. Алло. Никто никуда не расходится. Все дела, все бросаем. Находимся чисто здесь, при штабе. Информация, пусть собирается весь народ. Я думаю, вообще в ДВД надо ехать. Да. Они же ДВД опять- сейчас все. Да. У них Или Турбас хабар берген, как его, Нам сейчас нужно добиться МВД. установления истинных причин смерти. А это только экспертиза даст. ДВД не будет ничего делать. Вот как добиться, чтобы вот эти были обнародованы, вот эта экспертиза, результаты экспертизы. И чтобы там Экспертиза назначается не участвовал. Biz sizga ақшасын жолдың ақысын төлейміз барлығымыз қосылып. Не болса да осында жетіңіз. Анау балалар айтып отыр ғой. Жетіңіз, алдына кісіні алып, осы жаққа жетіңіз, апа. Енді не келіңіз осында, келіңіз, біздің қасымызда болады. Менің ойымша Шымкенттен бұл белсенділер кісі келеді. Ақтөбеден келеді белсенділер. Түгел Қазақстан жиналайын деп жатыр. Дулат біздің халқымыз арманы. Оны біз тастамаймыз. Келіңіз осында, апа. Не болса да осында жетіңіз, осында. Апа, жетіңіз, апа, жетіңіз. Осында жетіңіз. Ешкімді тыңдамаңыз, осында барлығы жиналып отырған. Сюда якобы не доставляли. Якобы не доставляли. Мы потребовали Ербола и Слона и других, чтобы они подтвердили. Не распыляемся, пока собираемся здесь. Кто сказал, как самое? Кто подтверждает? Потому что подозрительно, что вот Провокация? это самое. Нет, исключено. Они это самое. Вроде бы исключено. Ну а что они сообщают? Да они никогда в жизни не сообщили, не нафиг им нужно ажиотаж. Сергей, мы сейчас в ИВС. Қазір балалары келсін қазір. Подтвержденная информация. Тенгриньюз, что им верить? Никому не верим пока. Мы сейчас дожидаемся жену, детей, мать и дальше принимаем решение. У кого есть этот выход на многодетных матерей? Выходите в чаты. Вот все сейчас чаты. мы будем решать. Это и мы есть Вот многодетные. решим, и вот. Сейчас уже едет, на автобусе едет, на такси еще едет. 15 қызымыз келіп жатыр, біз многодетныймыз. Жаңа жерде барлықтарымыз болғанбыз. Где мы там были, которые? Да, сюда пусть едет, в Они Жетыген 27. могли его и туда, в следственный изолятор повезти. Адам саны көбеюде. Қоғамдық белсенділер, көп балалы аналар жиналып жатыр. Және де көптеген чат группаларға ақпарат таратыңдар деген әңгіме естідік. Нет, у Тулюгена есть информация, что якобы с ихнего ИВС, Ахмола, увезли сюда в ИВС, якобы. Нет, мы там-то сейчас там были. Но у него достоверная в 9 информация. часов сказали, его увезли, останется гражданки. Да, мамики. Всего лишь уголовка, вот значит, в СИЗО, а он находился на агрессии. Вот этот вот режим, он пользуется, что мы все время молчим, молчим и молчим. Молчать нельзя уже, надо выходить всем. Он каждому человеку помогал, многодетными матерями ходил, с малообеспеченными ходил, везде все просил, с кем прямые эфиры снимал. Так что весь народ Казахстана, собирайтесь, кто неравнодушен к этой ситуации. Мы Дулата Агадила просто так им не отдадим сейчас. Здесь он! Ну, Надь, не дед. Это Саня Тойкен просит сделать фотографии. Вы что, в эфире? Да. Можно сделать фотографию? А где это? А что, она не едет сюда? Не приедет? Привет, Асель.
Давайте это Нет, зачем? Какая разница, где вставать? Нет, подтвердили информацию. Давайте пропустите, не пропустите. Вот давайте пропускайте, не будем пропускать. Ой, уфагандар. Машинелер шығар, Ербол здесь, наверное. Кім бар іште? Покажите нам машину. Нешін ол өледі, нешін бермейміз. Шын көрек, нешін кеше ғана жүрген адам. Шықпайды, шықпайды, міне шықпайды, шықпайды. Тоқтатыңдар, тоқтатыңдар. Көрсет. 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 Открывай быстро. Ашылдар. Көрсет. Ашылдар. Ербол, Айдар, Зубайда, соларды қара, медет. Посмотрели, нет. Открывай полностью. Медет, подожди, қарадың ба? Медет, посмотрел? Не, я посмотрел, там нет. Вон, видишь, наполовину отсеченный. Давайте арасына. Не кестер, как вы сонда? Фируза қайда? Убийцы! Убийцы! Адам öldürün, geldi! Дулаттың өлімі сендердің мойындарында. Соны білсіңдер. Нам сказали, покажут, показали. Отойдите от нас теперь. Человек убили, да? Вы убили человека, вы! Пидорасы. Ай, блядь, убьете что ли, блин? Көрсетсін оңбағандар, ауылдарының өлімдер андағыдан шеттер. Вообще без предела вообще.
Нет. А мы... Папа ағасы отыр, отсюда можно уходить. Не распыляйся в одном месте. Официально не давай. Bir grup paşayıkta morgda var, sizosuna var. Sizоға кім кетті? А то, что это мы разделимся, может, там не надо делиться, надо всем вместе. Вот сейчас Главное, точка. Комиссия, давайте листим. Там нет. Ага, хорошо. Жена, говорят, уехала в морг. Ага, хорошо, второй. Дулата тоже нету, Дулата увезли в морг. Умер там он, да? Он официально сказал, да, Назым? Неофициально, это менты сказали через окошко. Все, тогда люди, все собираемся перед МВД. Сейчас некоторые ребята, основная масса все МВД. МВД. Человек поедут в морг. Все. МВД-ға жиналыңыздар. МВД. Тәуелсіздік. Тәуелсіздік один. Тәуелсіздік один. Құрметті қазақстандықтар, Астана, МВД-ның алдына жиналыңыздар. Жоқ, осы жерде екі адам қалады, осы жерде екі адам қалады. Келген адамды жинап сол жаққа келеді. Кешке дейін болады. Она ритуальные услуги. Бернар, на машине, да? Морг кто поедет? Видит? Қандай захват болған? 20 адам келіп. Ертең артқа шегінсін деп жатыр ғой, артқа шегінсін деп жатыр. Жоқ, сен подожди. Осы жерде сен қал. Екі адам қалында, қасына бір жігіт алды. Келген адамды бәрін жинап бірге алып бересің. Айдос Умирбеков. Айдос. Ердармен қалсын жинаған адамды. 10 может спокойно за пазуху положить вот этих собровцев вот этих. Вчера ночью было чуть ли не там перевести вместе. Жаяу ғой біз. МВД-ға кеттік, МВД-ға. Ағайын, МВД-ға барамыз, желтоқсан, тәуелсіздік бір. Сол жерде жиналамыз бәріміз. Бәріне хабар беріңдер. Осында жиналған адамда екі адам жинайтқан жаққа алып келеді. Қайрат, не надо с собой в одну машину. Қазір уақытша эфирді тоқтатамын. Басқа жиналған жерде эфирді жалғастырамыз.